балалар, бүгінгі математика сабағының тақырыбы теңдеулер, теңдеулерді түрлендіру 136 сабаққа назар аударамыз. Осы беттегі тапсырмаларды мен қазір бір-бірден түсіндіріп шығам, ары қарай өздеріңіз тапсырманы орындайсыздар. 136 сабақтың бірінші тапсырмасы: өрнектерді ықшамдап, күн жүйесіндегі ғаламшарлардың суретін атауымен сәйкестендіреді дейді. Ол үшін біз қазір өрнектер берілген, сол өрнектердің мәнін табамыз және астындағы шешуіне сәйкестендіреміз. Мысалы, 10а көбейту 3 дейді. 10а көбейту 3. Бұны табу үшін біз белгілі сандарды бір-біріне көбейтеміз және белгісіз әріпті өрнекті тіркейміз қасына. 10-ды 3-ке көбейткенде 30 болады. 30а жауабы. Енді кітаптан қараймыз. 30а Нептун екен. Яғни, мына планетаның аты Нептун екен. Осылай ары қарай тапсырманы өздеріңізден орындаймыз. Келесі тапсырма, екінші тапсырмаға назар аударайық. Теңдеулерді шеш деп аталады. Екінші тапсырма: теңдеулерді қарайық. 5х қосылған 2х тең 49. Бұл жерде балалар теңдеулер берілген. Теңдеулерді ықшамдаймыз. Ол үшін белгілі сандарды қосамыз және оған x-ті тіркейміз және жай теңдеуге айналдырамыз. 5-ке 2-ні қосқанда неше болады? 7 болады. 7х тең 49. Жақсылап түсініп алайық. 49. Енді x-ті мәнін табамыз. x тең 49-ды 7-ге бөлеміз. Себебі мына жерде көбейту тұруы мүмкін жасырын түрде. Сондықтан біз арифметикалық амалдарды қолданған кезде өзінің ережесі бар. Көбейту болса бөлу амалын, қосу болса азайту амалын қойып тексереміз. X-тің мәні 49-ды 7-ге бөлсем 7 болады. Теңдеудің мәні шешімі 7 екен. Енді тексереміз. Ол үшін 5 көбейту 7 қосу 2 көбейту 7 тең болады 49. Шықты ма? Қараймыз. 5-ті 7-ге көбейтем. Неше? 35 болады. 2-ні 7-ге көбейтем. 14. 35-ке 14 қоссам 49. Теңесті ма екі жағы? Теңесті. Міне, біз бұл теңдеуді шешу үшін әуелі ықшамдадық. Одан кейін теңдеудің мәнін таптық. Теңдеудің мәні 7-ге, теңдеудің шешімі 7 екен. Тексерген кезде міне шықты балалар. Екінші есепті әрі қарай осылай шығарасыздар. Вариантын өзіміз шығарамыз. Енді балалар, үшінші есепке назар аударайық. Үшінші есепте кітапқа қарайық. Есеп бойынша теңдеудің қалай құрылғанын қара, оны шеш дейді. Бұл жерде мәселе есеп, яғни сөз есептер берілген. Сөз есепті қараймыз, жақсылап оқимыз. Мұндағы белгілі зат плакат және макет. Номер 3. Плакат және макет. Қараймыз, жақсылап оқып алыңыздар. Макет. Енді іздеріндіні табамыз. Плакат белгісіз бізде. Макет одан 9 есе арзан дейді. Яғни плакаттан 9 есе арзан. 9 есе арзан. 9 есе арзан және осы екеуіне бірге 8000 теңге тұрады екен. Екеуі бірге 8000 теңге тұрады екен. Яғни барлығы деп қоюға болады, 8000 теңге тұрады екен. Енді бізге плакаттың бағасы мен макеттің бағасын жеке-жеке тап дейді. Қайсысы қымбат бұл жерде? Плакат па, макет па? Макет қымбат, яғни стрелка 9 есе қымбат болып тұр. Мұнадан 9 есе арзан болып тұр. Яғни макет қымбат екен. Плакат пен макетті қосамыз. Плакат пен макетті қосамыз, яғни бұл жерде 9х болады. Өйткені плакат макеттен арзан. 9х және белгісіз плакат х деп аламыз. Екеуін қосамыз, оның мәні 8000-ға тең болды. Мына 8000 міне. Енді х-ті табамыз. Х-ті табу үшін жақшаның ішіндегі мәнін табамыз. 9х-ке х қоссақ 10х болады, 10х тең 8000 болды. Енді х табайық.
X-ті табу үшін не істейміз? 8000-ді, жаңа жоғарыда да біз есепте айттық, 8000-ді 10-ға бөлеміз. 10-ға бөлеміз. X-тің мәні қанша болды? 800 болды. Яғни бұл жердегі белгісіз санның шешімі 800 екен. 800-ді осы жерге қойып көрейік. 800 тексеріп көрейік. Қосу 9 көбейтілген 800 тең болады. Есептейік 800. 800-ді 9-ға көбейтейікші. 9 жердегі 8-ім 7200, я? 7200 оған 800 қосқанда 8000 болды. X-тің мәні қанша екен, балалар? X-тің мәні 800 екен. Яғни плакаттың құны 800 теңге екен. Әрі қарай кеттік, келесі. 4-ші есепті қарайық, балалар. 4-ші тапсырманы қарайық. Теңдеуді шешу тәсілін түсіндіріп көр дейді. Жақшаның ішінде X пен 54-тің мәні азайту 28 тең 38 дейді. Бұл теңдеуді, балалар, сол жағында тұрған өрнекті ықшамдаймыз. Ол үшін міне қараңыздар, жақшаны ашып жіберген X пен 54-тің қосындысынан 28-ді азайтқан тең 38, яғни 54-тен 28-ді азайтып, шыққан санды X-ке қосқан екен. Бұл жерде сонда X қосылған 26, жаңа 54 пен 28 азайттық қой, 26 болды. Тең 38 жай теңдеу болды. Енді осы жай теңдеудің шешімін тапқан. X тең 38-ден 26-ны азайтқан. X-тің мәні 12-ге тең болған. Тексереміз. 12-ні, X-тің мәнін X-тің орнына қоямыз жоғарыдағы теңдеуге. 12 мен 54-тің қосындысынан 28-ді азайтқанда 38 шығу керек. Енді 12 мен 54-тің мәні 66, 66-тан 28-ді азайтқанда 38 шықты. 38 мен 38 тең екен. Сонда теңдеудің X-тің мәні шешімі түбірі 12 болып тұр. Бұл да бір тиімді тәсіл екен. Дәптерлеріңізге жақсылап түсініп жазып алыңыздар. Келесі кітаптағы 5-ші тапсырманы қарайық. Теңдеулерді шеш дейді. 2 мен X-тің көбейтіндісі, мен қазір бір оны түсіндіремін сіздерге. 2 мен 2 көбейтілген 100 қосылған X тең 400. Бұл теңдеуді қалай шешеміз, балалар? Мұндағы белгісізді оң жаққа шығарып аламыз, сол жаққа шығарып аламыз. Яғни бұл жерде X пен 100-ді шығарып аламыз. X қосу 100-ді сол жағымызға шығарып аламыз. Содан кейін міне не істейміз? 400-ді 2-ге бөлеміз. Себебімізде көбейту амалы тұр. 400-ді 2-ге бөлеміз. 100 қосылған X қалады. 400 бен 200-дің бөлінісінің мәні 200 болды. Жай теңдеуге айналды ма? Жай теңдеуге айналды. Енді жай теңдеуді шешеміз. X тең не істейміз? 200 азайту қосу амалы тұр. Мына жерде сондықтан 200 азайту 100 болады. X тең 200-ден 100 азайтамыз, 100 шығады. Мына жердегі X-тің мәні 100 екен. Тексереміз. 2 көбейту 100 қосу, мына 100-ді қоямыз, 100 тең 400. Қарайық. 200-ге жақшаның іші 200-ге көбейткенде 400 шықты ма? Шықты. 400 тең 400. Міне, балалар, осылай 5-ші есепті өздеріміз шығарамыз. Әрі қарай, балалар, 6-ші есепті мүмкіндіктеріңіз болса шығаруға болады, балалар. Есепті теңдеу құрып шығар дейді. Жаңағы біздің 3-ші есептегі теңдеу құруға ұқсас мүмкіндік болса шығаруға болады. Үйге тапсырма 10-ші беттегі теңдеуді өзіңе белгілі тәсілдердің бірін қолданып шығарамыз. Ендеше, балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.